Марафонымыздың нөмір 91 кітабы Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру атты шағын ғана осындай кітабы түскен. Жалпы кітаптың өзі 179 беттен тұрады. Негізгі авторына келетін болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы баршамызға аян, ұлтымыздың ұстазы деп аталады. Сондай бір ауыр, қиын кезде өмір сүрсе де, ұлттың мүддесіне, ұлттың еншісіне көптеген еңбектер қалдырған, сондай бір зор қоғам қайраткері болған. Алғашқы әліпбиіміздің авторы, ұлтымыздың ұстазы. Және ол кісі 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысындағы Жангелді ауданында дүниеге келген. Ал ол кісінің қайтыс болу уақыты сондай бір зобалаң заманға кептірілген. Сталиннің саясаты кезіндегі репрессия тұсындағы алаш қайраткерлерімен бірге ол кісі 1937 жылы 8 желтоқсанда Алматы қаласында 65 жасында атылған, репрессияға ұшыраған. Кейін осы 90 жылдарға таман ол кісі ақталды. Қазіргі таңда ол кісінің еңбектері баршасы жаңағыдай зерттеліп, түбегейлі ашылған. Баршасы Алматы қаласында ол кісінің тұрған үйінің мұражайы да бар десе де, сондай бір ауыр заманда көп теперіш көрген, көп қуғын-сүргін көрген, сондай бір ұлы алаш арысымыз осы Ахмет Байтұрсынұлы. Алғашқы радионы да, алғашқы газетті шығаруға атсалысқан осы өзіміздің ұстазымыз. Енді кітабына келетін болсақ, кітабы жалпы 179 беттен тұратынын айттық. Және бұл кітаптың ішінде көбінесе ол кісінің өлеңдерімен қоса, ол кезде қазіргідей ғаламтор жоқ, әлеуметтік желі жоқ, көптеген әлемдегі болып жатқан жаңалықтарды, сол секілді көптеген деректерді ол кісі осы кітап арқылы жазып, елдің көзін ашқан, біліммен сусындатқан. Жалпы енді кейбіреуін тоқталатын болсақ, ол кісінің мынандай бір 82 бетке дейін өлеңдері жазылған екен. Өлеңдері көбіне бұл кісілерде мысал өлеңдері, яғни түлкі мен қарға, балықшы мен балық, өгіз бен бақа, қасқыр мен мысық деген сияқты, малшы мен маса деген сияқты көптеген сондай бір өлеңдер мысал ретінде, Крыловтың баснясы сияқты, және сол кісіні аударған да, өзі де шығарған, ақын да болған бұл кісі. Және сол өлеңдерінің соңында белгілі бір ғибрат келтіреді. Яғни осы өлеңнен ғибрат алсаңыз, бұл осындай негіз деген сияқты мағынасын ашып отырған. 82 бетке дейін сондай өлеңдері, мәселен мына өлеңде бүйтеді. Малшы мен масаның соңында екі шумақ келтірген. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан дейді. Жыланды бәле делік аңдап баққан. Бәленің түрін көрген мен сары маса, халықты оянсын деп сөзбен шаққан дейді. Өзін масаға келтіріп, халықты сондай бір білімге оянсын деп, оны болмас шаққан деп, өзін сары масаға теңеп отыр. Ойлаймын, осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам сөзім батып кетеді деп, ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді қорқамын сары масада етеді деп. Яғни сары масаны малшы өлтіріп тастаған секілді, мыжып тастаған секілді, бұл да сондай бір сары масаның кейпін киіп кетем ба деп қорқынышын білдірген. 83 беттен бастап осындай ғылым, өсімдік, жәндік деген сияқты көптеген мәліметтер берілген. Соның бірі астық туралы дейді. Мысалы, бидай шірік көнді жерді сүйгенде, тары құмайт жерді сүйеді. Арыш көтерген салқынды бидай көтере алмайды, бидай көтерген салқынды күріш көтере алмайды деп, сондай бір ғылыми деректерін келтірген екен. Сол секілді тағы да бірнеше мысал келтірсек, мәселен, сөйтіп Африканы айтады. Африкада дейді, Сахара деген ұшы-қиыры жоқ шөл бар дейді. Жер жүзінде мұнан зор шөл жоқ дейді. Біздің бетпақ даласы Сахараның бақайынан да келмейді деп. Яғни сондай бір Африкадағы сарыарқаны, Сахараны салыстыру арқылы сондай бір деректер келтірген екен. Сол секілді жер неге сілкінеді дейді. Ол кезде, ол заманда ондай мәліметтерді қаладан білмейді ғой, сол қараңғылықтан көздерін ашу үшін, яғни жердің сілкінуі туралы деректер келтірген екен. Жердің ең күшті сілкінуі жер астындағы қабаттары ығысқандықтан болады. Енді қазір ол баршамызға мәлім ғой.
Ол кезде бірақ қаншама халық соны түсіне алмай дал болған екен. Сол секілді 72-ші бетінде ағынды жұлдыздар дейді. Жұлдыздар неге ағады? Сол туралы жаңағы өзінің бұл жаңағы осындай аспаннан түскен тастарды метеорит деп атайтыны, метеориттарды музейлерден табуға болатындығы, және ноябрьде аққан жұлдыздарды көбірек көретініміз туралы сондай бір керемет мәліметтер қалдырған. Енді айтып өткендей, сондай бір өсімдік пен жәндіктер туралы, табиғат құбылыстары туралы, дүние туралы көптеген осындай еңбектерін қалдырған. Және бір өлеңін оқып кетейін. Мысал ретінде бұл жаңағы Қара шекпен мен қой деген өлеңі туралы ұзақ өлең оқылып келеді де, аяқ жағында сонда түлкі қалай үкім етті, ұрланған тануға да депті епті. Өзге ұры келмегенін сонан біліп, оқиға болмыс күні ит үрмепті. Келмесе сырттан ұры бұл жемесе, жоғалып екі тауық қайда кетті. Жан берсе нанып болмас жақын жатып, жемедім дегеніне дәмді етті. Тексерген іс түріне қарағанда, мұқабын тауықтарды осы жепті. Ол обал жоқ өртесе де мұны отқа, апарып өлтіріңдер байлап оққа. Терісімен талапкерді риза етіп, ап келіп тапсырыңдар етін сотқа деп аяқ жағында жаңағы ғибратын айттым. Ғибрат сөздері болады. Ол жерде былай келтіріпті: кінәлі біреу ойдан, біреу тілден, Ахмет осы айтқаның жетер тоқта. Көрдің бе сөздің онша ажарлы емес, ұялмай сынатарға салып топқа. Алайда тыңдағандар бір ойланар, түлкідей төре беру бар ма жоқ па деп, сондай бір әккі түлкінің берген үкімін сондай адамдардың қылықтарынан, адамдардың жаңағы әрекетінен оларды салыстыру арқылы осындай мысал өлеңдер жазған екен. Сонымен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының еңбегімен таныстық, өлеңдерімен де, мысал өлеңдерімен, ғылыми деректермен де таныстық. Енді келесі кітапқа өтейік. Келесі кітабымыз Александр Дюма, ұлы, кішісі, Дамас Камелеми.